Сәлем достар, осы каналға жазыл, лайк бас, комментарий қалдыр. Алда әлі қызық видеолар шығады. Оңтүстік Корея еліне қысқаша сұлу және қызық фактілер. 1392 жылы ежелгі Чосон мемлекеті құрылды. Кейіннен 1945 жылы 15 тамызда тәуелсіздік алды. Ресми тілі корей тілі, астанасы Сеул. Корея ең дамыған елдердің қатарына кіреді. Және Кореяда ең үлкен кітапхана бар. Корейше атауы Бенмандан. 2012 жылы мамыр айында ашылды. Биіктігі 13 метр. Және 5000-ға жуық кітаптар бар. Оңтүстік Кореяда тематикалық саябақтар өте көп, әрі ақылға сыймайтын тақырыптарды қамтиды. Мысалы, Samsung электроник корпорациясының басты ғимаратында орналасқан Сугвон қаласында дәретханаға арналған көңіл көтеру саябағы бар. Ол 2012 жылы қала әкімі Ким Же Дуктың құрметіне ашылған. Ол да өз кезегінде бүкіләлемдік дәретханалар ұйымының ұйымдастырушы және өкілі болған. Дәретханалар саябағында әр ғасырдың және әр елдердің дәретхана жабдықтары, сонымен қатар адамдардың мүсіндері қойылған. Көрме жұмыс жасайды. Саябаққа кіру тегін. Корейлықтардың 90% көздері нашар көреді. Сондықтан олар бала кезінен бастап көзілдірік киеді. Және Кореяда ең танымал спорт түрі бейсбол. Оны бәрі ойнайды. Жасы да, кәрісі де. Корейлықтар кофені өте жақсы көреді. Түскі немесе кешкі астан кейін міндетті түрде кофе ішеді. Оңтүстік Корея сонау 90 жылдардың ортасында батыстың хип-хоп, R&B музыкалық жанрларын бойларына сіңіріп, жаңадан кей-поп жанры мен жұлдыздары пайда болды. Blackpink is the revolution. Оңтүстік Кореяда кофеханалар барлық жерде бар. Өйткені корейлер кофені жақсы көреді. Тегін интернет Оңтүстік Кореяның кез келген мекемесінде табуға болады. Оңтүстік Корея отандық өндірушілерді ерекше сеніммен қолдайды. Ауыл шаруашылығы Оңтүстік Кореяның экономикасының маңызды саласы болып саналады. Достар, каналға жазыламыз, видеоға лайк басамыз, комментарий қалдырамыз.